Құдық басына су алуға келген 3 әйел әңгіме-дүкен үстінде өз ұлдарын мақтай жөнеліпті. Біріншісі: менің ұлым күшті, төбелесте ешкімнен жеңілмейді депті. Екіншісі: менің ұлым әнші, бұлбұлдай сайрайды депті. Ал үшінші әйел үнсіз қалып тұрғанда қасындағы әйел: өз ұлың туралы неге айтпайсың депті. Сонда үшінші әйел: баламның ешқандай ерекшелігі жоқ деп жауап беріпті. Су толы шелектерін көтеріп үйлеріне қайтқан әйелдердің алдарынан 3 балалар шығады. Біріншісі жолдағы тастарды теуіп, күші тасып жүргенін көрсетеді. Екіншісі ән салып, өнерін паш етеді. Екі ана да балаларын көріп қуанады, мәз болады. Үшінші бала жүгіріп келіп: апа, маған шелекті бер деп су толы шелегін алып, анасына көмектесіп, үйіне қарай жүреді. Сырттай бақылап отырған қариядан әйелдер: біздің балаларымыз сізге ұнай ма деп сұрағанда: кешіріңіздер, мен бір ғана баланы көрдім деп шелек көтерген баланы нұсқаған екен қария.